Сәлеметсіздер ме, қымбатты менің көрермендерім. Бүгін сіздерге мен мынандай ұн қуырдақ деген тағамды жасап көрсеткім бар. Ол жасалу жолы оп-оңай. Сондықтан сіздермен біз қазір осыны жасап көрейік. Бұл тағамды жасамас бұрын еттерімді пісіріп алайын дедім. Міне бір қайнатып алып, сосын көреміз. Сосын мына менің тілім бар. Қойдың тілдерін әкеп қойғам. Соны қазір сосын мынау өкпе бар. Қойдың өкпесі. Қазір бәрін бір қайнатып алайын. Міне жай отта қайнатып алдым қазір. Бір жарты сағат. Керемет тағамды жасау үшін бізге керекті азық-түлік. Біз мына қойдың қабырғасын алдық. Көріңіздер. Сосын өкпе алдым, кішкентай. Сосын мына қойдың тілін алдым. Мені қуырдаққа жақсы деп алып қоям кейде. Сондықтан соны жасап көреміз қазір. Сосын картоплын, сәбізін, пиязын алдық. Сосын бір стакан ұн, бір жұмыртқа, сосын тұзды су қажет. Мына қабырғаларды турап жатырмыз. Бұлар піскен қабырғалар уже. Мынау тілді турап жатырмыз. Қазір өкпені тураймыз. Міне қараңыз. Қабырғаларды сосын қабырғасының бойымен турай беріңіз. Бұл керемет тағам болады. Кәдімгі қуырдақтың қуырдақ жасайтын тағамдар бұл. Еттер дайын. Андай сүйегі шығып қалуы мүмкін. Атак турай беріңіз. Енді бізге мына өкпе керек. Өкпені де жеп тұру керек. Көбісі айтып жатады, өкпе жемейміз. Андай бүйрек жемейміз деп айтып жатады. Ол неменесіне жемейді екен ол. Бүйрек деген, өкпе деген керемет қуырдаққа дайын ингредиенттер. Сондықтан жеп жүріңіздер. Міне енді пиязын турап алыңыз. Картопты да төрт-бір шұқып майдалап турай беріңіз. Пиязын қуырып алдық. Қазанға да келдік. Енді пиязын үстіне еттерімізді саламыз. Керемет тағам болады. Міне бұл ет піскен кезде тұзын салғанмын, тұзды ет. Тұзды салмай қойсақ болады. Пияз қуырып алуымыз керек. Осы секілді дәмдеуіштерін қосыңыз. Қандай дәмдеуіштерді қалайсыз, соны қосыңыз. Бірақ ол дәмдеуішсақ өте дәмді болатын тағам. Міне етіміз қуырылып жатыр. Ой, көтеді сәбізін қосып беріңіз. Бірге бұрыш. Басқа да дәмдеуіштер қоссаңыз болады. Бірақ мен сол сәбізбен, картоппен ғана ашып келейін дедім. Себебі өзі дәмді тағам болып тұр. Енді осы ортада анау үйден шыққан сорпаны, өзі қайнап шыққан сорпаны қосу керек. Екі бетті қосып беріңіз. Өзі қайнап шыққан сорпасы. Еттің сорпасы. Енді жай отта біраз пісіп тұрады. Міне 3 кесе қидым. Көріңіздер, енді жай отқа көп қоямыз. Мынау енді бір жұмыртқаға
кішкентай тұзды су қосып осы жерде тұзды су қосып салып қамыр илеп алуымыз керек. Қазір қыздар, қыз-келіншектер жұмыстан келгенде мынандай қамыр илеуге ерініп, или уақытсыз болмайды. Сондай кезде дүкеннің қамырын қолданады, лапшасын қолдана беріңіздер, ол да дұрыс болады. Орташа қамыр болу керек. Тым қатты емес, тым жұмсақ емес, орташа қамыр илеп алуымыз керек. Міне қайнап жатқанына жай отта жарты сағаттай уақыт болды. Енді картоплын салып жатырмыз. Міне мынау танып тұрыпты, қараңыз. Қандай әдемі болып қамырымыз танып тұр. Енді осыны әдемілеп жайып алуымыз керек. Кішілеу қамыр жасасаңыз да болады, ол үлкен қамырдың бұл жерде керегі жоқ, себебі қалып кетеді ол. Сондықтан кішілеу қамыр жасап алыңыз. Сол кішілеуі де жетеді. Бұл тағам өте бір қазанда дайын болатын тағам. Бір қазанға бәрін саласыз, тез дайын болады. Еті алдын ала мен сияқты пісіріп алсаңыз, тез дайын болады. Пісірмесеңіз, кәдімгідей шеке еттен жасасаңыз да болады, майдалап, турап. Кез келген еттен жасалатын, қолда бар етіңізден жасай беріңіз. Қазір әдемілеп жайып алайық. Міне, жайып атырмыз. Тым жұқа, тым қалың етпеңіздер. Міне, енді осы күйінде міне дайын болды. Қараңыз, кәдімгі ет асқандағы қамыр. Енді ол қазір бір жарты сағаттай тұрады, қаязып. Кейбіреулер ана табаға қатырып жатыр екен, өзі духовкада қатырып алып жатыр екен. Оны қатырмай-ақ өшірдік, жарты сағат тұрса, қаязып әдемілеп кесуге дайын тұрады. Міне, екіге бөліп алдық. Сәл қаязыды. Енді осыны әдемілеп турап алуымыз керек. Міне, әдемілеп турап алдық. Көріңіздер, бір-біріне жабыспайды, әдемі. Міне мынау. Лапшамызды шөyle былай орналастырамыз. Енді орташа отта 10 минуттай ұстауымыз керек. Міне 10 минуттай уақыт өтті. Қараңыз, керемет тағам болды ғой. Қазір дастарханға барады. Бір әдемі болып пісті мынау. Міне керемет тағам дастарханға келді. Қараңыздар. Тамаша, енді сен же, мен же, керемет тағам болды. Бұны енді моңғол халқының тамағы деп те атайды екен. Бірақ ол кәдімгі ұн қуырдақ бір қазанда дайын болатын, барлық ішіндегі азық-түліктің бәрі бір қазанда пісетін керемет тағам болып есептеледі. Енді осыны үйлеріңізде өзіңіздің жақындарыңызға бәрін жасап көрсетіңіз. Бәріне ұнап қалатыны сөзсіз. Енді осы тағам сіздерге ұнаған болса,
лайк басып, комментарий жазып, ойларыңызды ортаға салыңыздар. Мен мына қыстық жабылған салаттарыммен ұсындым дастарханға. Астарыңыз дәмді болсын.